Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен мерекелік дастарханға арналған дәмі өте керемет болып шығатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 дана қиярымызды жуып, осылай соломка қылып ұсақтап тураймыз. Және де суға қайнатылған 1 дана жұмыртқамызды ағынан сарыуызын ажыратып, сарыуызын ұсақтап турап аламыз. Ағын осылай шанышқының көмегімен үгітіп ұсақтап аламыз. Ендігі кезекте тауықтың төсетін духовкада пісіріп, осылай ұсақтап турайтын боламыз. Сіздерде духовка болмаса, суға қайнатып пісірсеңіздер де болады. Осылай бәрін ұсақтап турап дайындап аламыз. Қиярымызбен ақуызымызға қосып саламыз. Және де бізге осындай консервідегі горох қажет болады. Одан кішкене алып қосамыз. Ендігі кезекте 1 дана суға піскен қызылшамызды ірі-үкіштен өткіземіз. Өткізіп алған қызылшамызды салатымызға қосып саламыз. Үйілген 1 қасық майонез салып, жақсылап араластырамыз. Осы сәтте араластырып болған соң, дәмін көресіздер. Тұз аз болса, сәл тұз қосасыздар. Менің тауығымның тұзы сәл өткіндеу болған соң, менің тұзым дұрыс болды. Тарелкамызға салат жапырақтарын жуып, әдемілеп салып, үстінен салатымызды салып, оның үстінен жұмыртқаның сарысымен осылай әсемдедім. Сіздер өз қалауларыңыз, фантазияларыңызға қарай әдемілесеңіздер болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, тойымды салат. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі, дәмді салаттардың рецептері бар. Рецептерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі, дәмді салаттардың рецептерімен бөлісетін боламын. Рецептерім ұнаса лүпіл басып, пікір жазсаңыздар өте қуанышты боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.